сарбаздардың күнделікті күн тәртібінде ол бос уақыттары бар. Бос уақыт қаратылған ол жерде. Ол ертеден кешке дейін қолына қару алып 24 сағат жүгіріп жүрмейді. Ол жерде ол өзінің физикалық дайындығына да көңіл бөледі. Өзінің жаңағы үйінің жанұясымен хабарласуға уақыттары бар. Сондықтан жаңағы кітап оқуға да ол уақыт бар. Күн тәртібінде уақыт бөлінеді, қаралған. 5 кітапты қанша уақытта оқып біту керек және күнде сағат қаншадан қаншаға дейін кітап оқып отыр олар? Ол әр бөлімшенің өзінің күн тәртібі бар, сол күн тәртіпте ол қаралған. Содан кейін ол кітапты, 5 кітапты ол жаңағы осындай уақытқа оқып біту деген бір не қойылмайды, шарт жоқ оны. Бірақ оны оқу керек. Бір әлгі жексенбі күндері, сенбі күндері тәрбие және идеология жөніндегі орынбасарлары сол кітап туралы сұхбат жасап, жаңағы дөңгелек стол дейміз ғой, сондай. Сол кезде әркім өзінің мнениясын оққан, оқымағаны сол жерде көрінеді ол солдаттар. Сол енді ол уақыттары бар ғой өзінің. Қандай кітаптар оқу керек? Біздің өзіміздің кітаптар. Қорғаныс саласына қатысты ма? Қорғаныс саласына ғана қатысты емес, біздің тарихымызға қатысты, мемлекетімізге қатысты кітаптар. Ол тек қана қарулы күштерге ғана қатысты кітаптар емес.